Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жылдам дайын болатын түрік самсасының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл самса үгітілмелі қамырдан дайындалатындықтан өте нәзік әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Құрамы мен мөлшерін төменде описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ең алдымен електен өткізілген ұнымыздың үстінен бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып, қолымызбен осы ұн мен майды жақсылап біріктіріп араластырамыз. Ұн мен майды жақсылап біріктіріп араластырып алғаннан кейін бізде осындай крошка пайда болады. Енді осының үстінен 1 шай қасық толы тұз және 1 шай қасық толы қопсытқыш саламыз. Қолымызбен бір араластырып, үстінен 200 грамм қаймағымызды қосамыз. Қаймағымыздың үстінен 1 жұмыртқа қосып, барлығын жақсылап араластырып, жұп-жұмсақ қамырелеп шығамыз. Бұл жерде мендегі қаймақ кішкене сұйықтау болғандықтан, тағы да аздап ұн қосуға тура келді. Егер сіздердің қаймақтарыңыз қою болатын болса, артық ұнды қосуды қажет етпеуі мүмкін. Қамырымызды осылай илеп алдық. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік әрі жұмсақ болып иленді. Енді осы қамырды пленкаға салып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Ал енді самсамыздың салмасын дайындаймыз. Тартылған еттің үстінен ұсақтап туралған пиязды және үккіштен өткізілген 1 картопты саламыз. Және дәміне қарай тұз қосамыз, зира саламыз. Зираны қалауларыңызға қарай қоссаңыздар да, қоспай қойсаңыздар да болады. Дәміне қарай бұрыш салып, барлығын жақсылап біріктіріп, қолымызбен осылай араластырып шығамыз. Салмамыз осымен дайын, ал енді қамырды тоңазытқыштан шығарып, теңдей 4 бөлікке бөліп аламыз. Бөліп алған қамырларымызды осылай дөңгелек формаға келтіріп шығамыз. Қамырымыздың жаятын 1 бөлігін алып қаламыз, қалғанның бетіне пленка жауып, бір шетке ала тұрамыз. Ал енді қамырды жаюды бастаймыз. Ұнды молырақ себе отыра, оқтаудың көмегімен осылай дөңгелетіп жайып шығамыз. Қамырды қатты жұқа да қылмаймыз, қатты қалың да етпей, осылай орташа қалыңдықта әдемілеп жайып шығамыз. Қамырымызды дөңгелетіп жайып алғаннан кейін пышақтың немесе осындай арнайы қамыр кескіштің көмегімен ұзыншалап видеода көріп тұрғандарыңыздай кесіп аламыз. Салмамыздан аздап алып, қамырдың шетіне қойып, рогаликиді орағандай, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай орап, самсамызды түйіп шығамыз. Қамырдың екі шетін осылай бекітсеңіздер де немесе ашық қалдырсаңыздар да болады. Қалған қамырларымызды да дәл жаңағыдай дөңгелетіп жайып шығамыз және видеода көріп тұрғандарыңыздай 8 бөлшекке бөліп аламыз. Самсаны түйудің екінші түрін көрсететін боламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыздың бір шетіне аздап салмамыздан салып, екі шетін кішкене ішке қарай қайырып, осылай орап шығамыз. Самсаларымызды түйіп дайындап алғаннан кейін формамызға осылай араларын кішкене ашықтау етіп қойып шығамыз. Беттеріне жұмыртқаның сары уызын жағып, үстінен мак немесе күнжіт сепсеңіздер де болады. Мен осылай қара күнжіт пен ақ күнжітті араластырып сеуіп шықтым. Самсаларымызды алдын ала 180-190 градуста қызып тұрған пешімізге қойып, шамамен 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің самсамыз осылай қызарып, әдемі болып пісіп шықты. Самсамыздың қамыры өте нәзік, өзі жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Сіздерге міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін, ұнайтынына сенімдімін. Менің видео рецептерім сіздерге пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен болған Нұрзина.